Құрметті достар, ұлыстың ұлы күніне орай тарихқа тағзым күні Шал ақын Құлекеұлына 275 жыл толуына орай қазақ қазынасы Шал Құлекеұлы 1748 жылы өмірге келді. Өткен дәуір әдебиетінің белді өкілінің бірі Шал ақын, шын аты Тілеуке, Көкшетау жерінде дүниеге келген. Ақынның ес біліп есейген өңірі қазіргі солтүстік Қазақстан облысы. Әкесі Құлеке батыр Абылай ханның жақын серігі болған. Шал ақын әсіресе бұқара халық идеясын жырлап, ауыз әдебиеті үлгісін ұстаған сұрап В этом году исполняется 275 лет Шал Акыну. Это выходец из рода Толеби. Он был импровизатором акыном, участвовал в различных айтысах. В этих айтысах он высмеивал человеческие пороки, алчность, жадность. И также описывал человеческую добродетель, смелость, духовность. Он стал известен своими крылатыми фразами.